Барлықтарыңызға сәлем. Үй жағдайында дәл осылай тез әрі оңай дайындалатын Play-Doh пластилинін жасап үйренеміз. Менімен бірге болыңыздар. Және арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және қоңыраушаны басып қоюды да ұмытпаңыздар. Себебі келесіде сіздерге кішкентай бүлдіршіндерімізге әдемі сыйлық дайындауды үйрететін боламын. Ең бірінші құрғақ ыдысымызға ұнымызды және тұз бен лимон қышқылын салып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін оның үстіне суымызды құйып, венчиктің көмегімен жақсылап, асықпай араластырып алыңыздар. Судың барлығын бірден құймай, аз-аздан қосып, жақсылап түйіршік қалып қоймайтындай етіп араластырып аламыз. Одан кейін массамыз сұйық біркелкі болғаннан кейін майымызды құйып, тағы да бір рет араластырып аламыз. Одан кейін осындай сотейникке құйып алып, өзіңіздің қалаған бояуыңызды қосып, тағы да араластырып аламыз. Массамыздың барлығын бір түске боямаймыз. Дәл осылай азғантай ғана құйып алып, оны әртүрлі өздеріңіздің қалаған кез келген түсіңізге араластырып аласыздар. Одан кейін жай жанып тұрған оттың үстіне қойып, осындай лопаткамыздың көмегімен осылай араластырып тұрамыз. Араластыруды тоқтатпаңыздар, себебі асты күйіп кетуі мүмкін. Осындай түйіршіктер пайда болады, одан қорықпаңыздар, араластыруды тек тоқтатпаңыздар. Осылай массамызды араластыра бересіздер. Ылғал жерлер болмау керек. Яғни ылғал жерлерін байқасаңыздар, оны осылай ауыстырып, аударып, қайта-қайта осылай орындарын ауыстырып, ылғал жерлерінің барлығын кетіру керек. Яғни бұл массамызда ешқандай ылғал қалмау керек. Сонда ғана біздің пластилиндеріміз өте біркелкі әдемі болып шығады. Осымен пластилиндеріміз дайын. Және жаңа сұйық массамызды 3-4-ке бөліп, әртүрлі түстермен араластырып, дәл осындай пластилиндер жасап шығарасыздар. Балаларымызға өте ыңғайлы, гипоаллергенді және үй жағдайында өте қолжетімді.
Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Себебі арнамда апта сайын жаңа видеолар шығып отырады.